Қымбатты менің арнамның көрермендері, бүгін біз сіздермен қиярдың науқанында қияр жапқымыз келіп тұр. Бірақ қиярды жай емес, жаңадай қызанақ шырынына қосып жапқымыз келіп тұр. Бұны мен бір каналдан көрдім, сондықтан жасағым келіп тұр. Осыны біз болып жасап көрейік. Бұндай әдемі қиярды дайындау үшін бізге қияр керек. Міне 4 килодай қияр алдық. Бұл 6 сағат суда тұрды. Кішкентай тұз қосып қойдық. Ащысы, тағы басқа нәрселер кетсін дедік. Оған енді бір 3 килодай помидор алдық. Помидордың қабығын аршып қойдық. Міне қазір бәрін жылы суға салып алып, әдемілеп аршып қойдық. Қазір бұны ет-жекіштен өткіземіз. Сосын бізге көкшеп керек, укроп, петрушка деген. Сосын мынау сарымсақ керек. Сосын майда бұрыш керек. Сосын бізге тұз керек. Сосын бізге томат керек. Сосын кішкентай қант саламыз. Содан кейін мынау құрғақ райханмен, сосын мына бұрышты алып қойдық. Енді лавр жапырағы керек. Қазір біз енді ет-жекіштен помидорды өткіземіз. Міне ет-жекіштен өткізген қызанағымызды газға кеп қойдық. Енді қазір бұның үстіне томат қосылған суды құюымыз керек, 2 литр. Міне 2 литр суға 6 қасық тұз салдық. Сосын 6 қасық томат салдық. 1 литрге 3 қасық тұз, 3 қасық томат есебінде. Енді қазір осыны мына қайнап тұрған қазанымызға томаттың үстіне міне қайнап атқан помидорымызға жаңағы томат қосқан сұйықтығымызды 2 литр қостық. Енді қазір осыны қайнағанға дейін күтеміз дағы. Қайнағаннан кейін бір 10 минут қайнатып өшіреміз. Міне осыған енді 6 қасық уксус қосамыз. 6. Ол шыран банкыны жаңағыдай жарылып кетпей үшін жасалады. Енді мына 200 грамдай қант қосамыз. Шекер, қант тағы. Енді бұл тағы да 5 минут қайнайды. Сосын болды. Міне мынау стерилизация жасап әдемі тазаланған банкілерге укроп, петрушкамыз түбіне салып жатырмыз. Біртіндеп. Енді бұған 3-4 сарымсақ салып жібереміз. Әрқайсына. Енді бұған лавр жапырағын салу керек. Қыстан міне өте күшті қияр болады, ашып жегенге. Енді мынандай домалақ перец, иісі бар дәмді, душисті дейді ғой. Сонда екшеуден салып жібереміз. Енді бұған мынау райхан, сухой, жаңағыдай кептірілген райханның 1-2 салып жібереміз. Енді ең бастысы қиярды салу керек. Біртіндеп қиярымызды сыйғызып әдемілеп салу керек. Міне осы жетеді, көп сала бермеңіз қиярды. Бетіне дейін салмаңыз, себебі анау қызанақтың шырыны келеді. Шырынды көп жасағын ішкіңіз келсе, қыстыңында қиярды азырақ салыңыз. Кейбіреулер турап салады, турап салсаңыз да болады. Бұрын мен кәдімгі қияр тұздап жүредім. Қазір енді осы рецепті көрдім жақында. Сол помидордың шырынымен жасалған қияр өте дәмді болуға тиіс. Айтуларынша, сондықтан мен жасап көрейін дедім. Міне көріңіз. Турап салсаңыз да болады. Nasıl?
салмай ақ қояйық. Енді қазір осыған енді томат шырынын әкеп қосуымыз керек. Міне жаңағы томаттың әдемі шырын қайнап тұрған күйінде бісміллә деп құя беріңіз. Бұдан кейін бұл стерилизация жасалмайды. Осы күйінде жабыла береді. Міне қыстың күні шырын жейміз десеңіз де, қиярын жесеңіз де, сондай тамаша болайын деп тұр. Мен бірінші рет жасап тұрмын. Сондықтан өзімде көргім келді. Дәмі жақсы болатын сияқты. Қиярын көптеу самадық, себебі шырынын да ішкіміз келеді. Қыстың күні қызанақтың, сондықтан қиярын аздау салдық. Міне өстіп құя беріңіздер. Міне қызанақ шырынының қосылған ішінде қияры бар 1 литрліктен 7 бәңкі жабылып алынды. Қараңыз, қиярларыңызды. Қиярды просто жауа бермей, жай жауа бермей, көріңіз, осындай қызанақ шырынымен де қосылып жауып көріңіздер. Кем кетігі болса айтыңыздар, комментарий жазыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.